бір адам сізде жақсы бір пікір қалдырып жатыр. Going to Dubai. Let's go. Good luck. 1, 2, 3. Hello everybody. Біз уже киімді жинап қойдық. Мынау менің багажым. Мынау ағайдың багажы. Мен ішіне киімді зорға сыйдырдым. И то кейбір киімдерімді алып тастадым. Вот, айтып әйтеуір сыйдырдық. Мынандай алдым аяқ киім. Бетім жуатындардан тек Бюстаның умывашкасы мен кремін и шербет алып бардым. 100 миллиграммға жетпейтін де ол. Үшеу де жетпейді екен. Қазір почти дайынбыз. Шығайын деп жатырық. Шықтық біз. Тоңқанып қалды. Машинаға жатырық біз. Осында. Водила, привет. Короче, уже басталып отыр. Дала жаңбыр жауып отыр, біз вокзалға келдік. Кипеш қалып тұрмында. Пока. Біз екеуміз еще екі бөлек орындамыз. Күйеуімінде билет болмағаннан кейін и мен андамын. И қазір көреміз, келісе алсақ келісеміз, келіспесе екеуміз екі жақта жатамыз. Жүріп жатырық. Қозғалдық. Шылпатым көрсетем. 10 вагонға тамақ ішуге келдік. Тек қатты жақын болып тұрсы поезда. Осындай жер бар екен. Талькода ресторан. Менюлері. Біз борщ алдық. 2200 теңге и лагманды. 2800 теңге. Тамағыңыз ұнады ма? Бірдеңе айтасыз ба? Аспасын. Мен борщ сұрадым. Маған да ұнады. Пойызбен барайын деп едік. Негізінде, бірақ пойыз тапсырып садық та енді осындай пойызбен бардырмыз. Оказывается, бұл тайлық екен. И біз бір күнде жетеміз. Пойызбен біз жүріп жатырық. Сексеуілге тоқтадық. Тальго деген пойыз. Мен жаққа бір жетті. Күн нормально. Салқын емес, сондай қатты жауын. Мына ағамен бір вагонда жатырмыз. Біз негізі орнымыз разный ресторанда орналасқан ғой, күйеуіміз екеуміз. Потом бір вагонға орналасып алдық. Неме? Береші неме? Жасалады дейді. Вокзалдамыз, станция. Сутка болған жоқ уже. Скоро болған сутка. Вагон. Менің әйелім. Шашын сарғып бояды. Орыстар сияқты. Қымбатыңнан. Жер алды.
Біз қазір Қызылордаға келдік. Тағы отыратын үстіндегі бір аға шығып кетті. Байқоңыр жақтағы Талқайран деген жерден шығып кетті. Мында ағай тоже күйеуімен бірге бірдеңе алып келуге шығып кетті. Сол мен кітап оқып отырмын, уже 227 бетіне келдім. Бізше бітірейін деп қалдым. Бүгін біз 10-да түсеміз. Бүгін 10-да түсем, нет, 12-де түсеміз. 12-ге дейін осында боламыз. Вот, мұнда тоқтадық. Негізінде біз Ақтаудан барамыз деп ойлағанбыз, ертерек шығып, но планы изменились, и кеше шықтық. Бүгін 12-де түсеміз, и 2 сутка боламыз ба, сонда Түркістанда. Бүгін қонамыз, и ертең қонамыз, сосын қайтамыз уже. Ой, қайтамыз деп Дубайға кетеміз, Абу-Дабиге. Жоқ, енді. Қайтпайсыз? Бұл жерде тамақтарың бар ма? Сағат қылып Мама қайда? Мама келді ма? 20-25 где-то 4,5 сағаттай бар. Біз Түркістанға жетіп қалдық. Сондай қалдық, қазір түсеміз уже. Кітаптардың бәрін тапсырдық. Сіне тоже тапсырдық. Мен кітапты, мен кітапты почти бітіріп қалдым. Кішкентай қалды. Соң ойланып тұрмын, бұны қайыққа жіберемін деп енді. Уже Түркістанға қоп? Түсеміз. Hello everybody. Біз маршрут бойынша келдік бүгін. Атырау, Алмалы 2-де өтіп. Одан 10-да Түркістан. 12:30. Түркістаннан пойыз жүретін жақ, вокзал. Неде прям воспоминания болып жатыр. Осы жақпен жүріп, мына жерде суретке түскен, вообще мама түсірген мені. И мынаның ішіне тоже суретке түскенбіз жүріп, осында қыдырып. Сағынып қалыппын. Күшті ұнап кетір маған. Түркістанның ішін аралап, қазір пицца алуға мына жерге едік. Собой алып кетеміз, барып ішеміз. Келдік алып, ана жақта айналып келдік. Венецияға алып келдік сияқты. Келдік біз машинада тұрған. Одан келесі күн қазір сіздерге не көрсетемін. Мынау Нойдан салынған домдар. Мыналар Нойдан салынып жатқан. Біз кеше былай жүріп бардық. Не бар ғой? Венеция, Түркістанның күшті әдемі жері. Көбісі келетін, туристер келетін жер. Осы жаққа барып кеше жүріп қайттық. Соның жанындағы бұл Нойдан салынып жатқан үйлер. Көп ешкім жоқ мұнда. Енді салынып жатқан көрініп тұр. Үйлер пустой болып тұр барлығы. Мына тегандай адамдар үй жалдауға осындайға арналған сияқты. Негізінде Түркістанға мен 2022 жылы келіппін. Мен 20-шы жыл деп жүрмін ғой. Мен 22-ші жылы келіппін, оказывается. И ол кезде біз отбасымызбен қыдырып келдік. Кеше айттым, кстати. Еще видео түсірдім, влогым бар менің каналымда. Ол кезде біз кесенелерге бардық, и осы Түркістанға бардық. Венецияға бардық. Осы жылы күйеуіммен келдік, 2024 жыл. Таластық. Кішігірім Дубай болып тұр ғой. Абу-Дабидің бір андай есік қаласы.
ескі қала сияқты, иә. Мына керуен сарай қасында тиіп тұр. Мына үйлер осындай, сондай старый. Атмосферасы басқа екен. Кеше дала кешкісін ыстық, ой, салқын болды да, желмен. Қазір күн шығып, ыстық болып тұр. Ассалаумағалейкум. Қандай ғой, бір адаммен сөйлесу арқылы сен бүкіл қалаға қалай пікір қалыптасады да сенде. Жаңа ағаймен сөйлесіп отқанда мындай күшті ашық жатқандай. Ойлайсыңыз, барлық адам сондай сияқты болып көрінеді. Бір адам сондай жақсы пікір қалдырып жатыр. Осы қала туралы сөйлеп жіберіңіз. От, су, жер, ауа. Мұнда кірдік. Алдында тоже келген кезде мұнда кірдік біз. Ой. Помню, ішіне.